Бүгін 5 мамырда Талдықорған қаласындағы сотта Шерзат Полатты өлтіру ісі бойынша кезекті сот отырысы болды. Сотталушыларды видеоға түсірген кім? Чика деп танылған Самат Әбдіқадырдың айтары бар ма? Сот қорғаушы тараптың уәжімен басталды. Бұған дейін желіде сотталушылардың кейбірінің сот залынан күліп шыққан видеосы тараған еді. Сотталушылардың ата-анасы балаларын видеоға түсіруге қарсы. Олар студиядан мобилографты залдан шығарып жіберуін сұрады. Бірақ мобилографта өз шындығын айтты. Ильяс Нұрқаяқтың әкесі боламын. Алдыңғы жол сізді осы айтқан бойынша сот мырза балаларды түсірме деп едіңіз. Балаларды түсіріп мына жерде бір бала отыр. Тиктокқа түсіріп, ана жас баланы мына жерде жас баланы да оны да түсіріп шықпай жатып мына жаққа жазып жатыр, аға бізді уже түсіріп алды деп. Міне біреу бала осы. Міне тұр. Осы бала. Мына кісінің баласы деймін. Тұратыңыз. Бұл кімді түсірген? Бәрін түсіріп, ана жас баланы мына жерде куәгер жас бала бар, ақша төледі деген 16 жастар бала. Соны түсіріп жазып жіберді бізге. Тыныш, шуламаңыздар, бір-бірлеп айтсаңыздар болады. Барлықтарыңызға мүмкіншілік берем. Сізде болды ма? Болды. Қасындағы қорғаушылар тағы да кім айтам дейді? Микрофонды алып өзіңізді таныстырып. Құрметті сот. Ана заседанияда Калтаеваның немересі келді, 16 жастағы бала. Сол баланы мамасы попросит оймеді, шығармаңыздаршы, ол несовершеннолетний ғой деп. Жоқ, мынау бала деген алып шығарып, уже тиктокқа салып жіберді. Одан кейін мына балалар қай уақытында енді мен точно білмей қалдым. То ли обедте, то ли шығып бара жатқанда күліп, обедке дейін алды да, мына балалар бір 3-4-еуі күліп бара жатқан ғой, енді біз білмейміз не себеппен енді. Сол кезде түсіріп, уже тиктоктың бәрінде неше түрлі сөздер кетіп жатыр. Пожалуйста, соны учтите етіңізші, пожалуйста. Жігітті шығарып тастаңыз. Бірінші сот отырысынан бері қатысып келе жатырмын, және сіздің ескертулеріңіздің барлығын білем. Айыпталып жатқан адамдардың түрін түсіруге болмайтын да білем. Өткенде 16 жастағы баланың да түрін түсіруге болмайтын білем. Мен түсірген жоқпын. Мен бұл балаларды маған түсіруге Шекеев Мейірман Қалмақанұлы қарсы болды. Сіздер айттыңыздар. Мен бірінші сот отырысынан бері келе жатырмын. Мен түсірмеймін. Мен өз телефонымды толыққанды бере аламын, тексеріп шықсын. Әкежанов Сәкен алғашқы болып сот алдында куәлік берді. Ол Шерзат қайтыс болған Руставели көшесінің тұрғыны. Ол терезеден айғайлап төбелесті тоқтатқысы келген, бірақ күдіктілер баланы тебуін тоқтатпаған. Куәгер Шерзаттың соңғы рет басынан ұзынша затпен соққы алғанын да айтты. Ұйықтап жатқанмын үйде, тарсылдатты екі хлопоктар болды. Сосын мен ойладым, постоянно бізде что-то Руставелиде мотоциклдер айдайды жастар. Сол шығар деп жата бергенмін. Сосын әйелдің дауысын естідім, ой беріп жатқан. Скорый шақырыңдар деді ма, бірдеңке сондай. Балконға шықсам, қарасам, 10 шақты жігіттер жүгіріп барады. Бір жігітті тепкілеп жатыр, сосын мен айқайладым, жігіттер қоя тұрыңдар, өлтіресіңдер ғой деп. Все, басқа ештеңе. Коротко. Сағат қаншаларда дедіңіз? Қараған жоқ мен сағатқа. Қараңғы уже не қалса. Сіздің терезеңізден қараған кезде жалпы қамажай дүкені анық көрінеді ма? Ой, жоқ, көрмейді. Дүкен көрмейді. Қамажай дүкені крышасы көрінсе, байқам. Жақсы, жаңа төбелес аяқталған кезде автокөліктер көрдіңіз ба сол жерден өтіп жатқан? Жоқ, бір жігітті тепкіледі, болды, соны көрдім тек. Соны ғана көрдіңіз. Жақсы, сол тепкілеген сәтті толық айтып беріңізші. Кім бірінші келді, кім жақындады, қасында кім болды? 10 шақты жігіт жүгіріп келіп, жігітті тепкіледі. Болды, басқа мен мне близорукость. Түрлерінде айта алмайын, бұлар ма, бұлар емес па. Жақсы, жерде жатқан адам қандай киімде болды, көрдіңіз ба? Ой, ондайды. Онда көрмедіңіз ба? Қасындағы әйел адам көрдіңіз ба? Әйел адамды көрген жоқпын, бірақ біреу айқайлағанын естідім. Не деп айқайлады сол кезде? Көмектесіңдер, скорый шақырыңдар деп, сондай примерно. Точно айта алмаймын. Примерно солай айқайлады. Жақсы, жерде бір адамды ғана көрдіңіз ба жатқан? Бір-ақ адамды көрдім. Бір-ақ адам ғана. Отырған. Адам отырды басында? Иә. Қалған артынан бір топ балалар кеп ұрған кезде, сол кезде де отырды ма ол бала? Ой, жоқ та, уже сразу запинали. Жерге құлап қалды? Иә. Қай кезде тоқтады бұл кісілер соққы көрсетулерін? Ұруды қай кезде тоқтатты? Ол 1 минут па, 2 минут па, көп болған жоқ. Жарты сағат оған ұрып атқан жоқ, резко тепілеп кетіп қалды. Мен скорый шақырып, звондадым бұл кезде. Қалай сіздің айқайлағаныңызды естіді ме олар? Естіген шығар, енді қатты айқайладым. Білмеймін. Жалпы баланы соққан жерде шам бар ма? Қалай? Свет бар ма? Свет баланы соққан жерде? Нелер бар ғой, лампалар бар. Анық көрінеді ма? Көрінеді ғой енді. Онда қап-қараңғы болған жоқ, бар көрінеді. Қолдарынан белгілі бір заттарды көрдіңіз ба? Соғып жатқан балалардың қолдарынан. Бір жігіт бірдеңкемен ұрды басына, білмеймін. Неге ұқсаттыңыз? Көрмейді мен, айтып отырмын, көзім онша емес мен.
Жоқ, ұзын жіңішке. Осындау, иә. Мынандай бір. Кейін куә ретінде 2005-2004 жылғы Құсайынов Рауан, Жанболат Данияр, Жанболатұлы Дарын, Мұхамедиярұлы Дәулет, Рузиев Әділхан шықты. Олар достарымен әкімдік алдында тұрған, бірақ ештеңе байқамаған, елемеген. Тек жерде жатқан қан мен оқты және 2 адамды ғана көрген. Олар тек Нұрқиясты ғана таниды екен. Сондай-ақ ғаламторда тарап кеткен мына видеоны көршілері көрсеткен. Куәгер Низамеддинова Наргиза Шерзаттың анасының балам деген ащы дауысынан оянып кеткен. Ол Шерзаттың қашқанын, артынан жүгірген ағасын, анасын көрген. Анасы барынша баласын қорғауға тырысты дейді, бірақ жігіттер жұдырықпен де, шоқпармен де ұрған. Қара киімдегі денелі жігіт ат деп айғайлаған. Куәгер Наргиза Шерзатқа пышақ ұрған адамды қызыл кепка киген, арықтау келген жігіт деп сипаттады. Я спала и проснулась от диких криков. Мен ұйықтап жатқам, содан кейін қатты айғайдан ояндым. Сағат нешелерде болды ол? Это во сколько? Я даже не смотрела на время, точно не помню. Сағатқа қарамадым, нақты уақытты есімде білмеймін. Шамамен. Примерно. Сіз қай уақытта жаттыңыз, содан қанша уақыт аралығында? Ну, я вообще рано ложусь Не. и на время не смотрела, честно. Негізі ерте жататын, бірақ уақытқа қараған жоқпын. Қандай дауыс естідіңіз нақты? Какие голоса вы слышали? Голос мамы. Первый это голос мамы я слышала. Ең бірінші естігенім Как она анасының кричала. дауысы айғайлағаны. Не деп айқалады? Что она кричала? Балам, балам, ну, потом не помню. Узнала, что это было ножом. Жауап алу кезі бірнеше күннен кейін болғандықтан мен сол кезде сұрағанда айттым пышақпен. Сол адамды сипаттап бере аласыз ба, жаңағы адамды? Можете описать человека? Который наносил удар? Да, который Он наносил. был в красной кепке, худощавый телосложение. Қызыл кепка киген, арық денелі бітімді. Одан кейін тура сол хаттамаға сәйкес содан доғал затпен соққы жасағанын көрдім. Потом видел, как наносил удар тупым предметом. Сол үшін сізден сұрақ қойдым, басқа Ну, заттарды тупым пайдаланды это, ма? думала, дубинка, что-то такое. Доғал зат деген сол шоқпар. Ұзынша, дұрыс па? Длинная, да? Длинная, да. Сол уақытта топтағы адамдар соққы көрсетіп жатқан кезде Полат Шерзатқа анасы не істеп жатты? Анасы қайда болды жалпы? Когда толпа людей наносили удары Шерзат, мама где находилась? Она была рядом, она закрывала ее. Қасында болды, қорғаштап жауып тұрды. Сот отырысының екінші бөлімінде Нұрғанаттың жаңа бейнежазбасы көрсетілді. Ол өзін және Шерзатты кім пышақтағанын айтып берді. Түнін көрсем айтам. Қарайын. Нұрқияс па? Сол пышақтады ма? Бұдан мен уже соң жағында білмеймін. Отключка болдым. Врачканың үстіне шығып жатып алдым. Врачканы пышақтатқаннан кейін. Врачканың үстіне. Врачканы пышақтады. Братишканы кім пышақтады? Солар. Жоқ, қайсысы екенін білесің бе? Қайсысы именно бізге Түрін керек? көрсетсе? Түрін көрсетші. Көрсетші. Мынау ма? Осы пышақтады ма? Нұрған, білесің ғой сені кім пышақтаған да? И брачканы кім пышақтаған? Фотку покажи, опознай, пускай. Мынау. Осы мынау мені пышақтаған. Сені осы пышақтады да? Иә. Мынау ең бірінші таяқ жеген анау кім? Анау. Понятно. Брачканы кім пышақтады? Анау. Жаңа бірінші көрсеттің ғой, ең бірінші жаңағы ана бала. Мынау ма? Иә, мынау. Брачканы осы ұрды ма? Осы. И мені мынау екіншісі. Мынау сені пышақтады. Иә. Әрі қарай Самат Әбдіқадыр мен Қажаубай Нұрымов беттестірілген бейнежазба көрсетілді. Қажаубай Самат Әбдіқадырдың бәрімен күліп амандасқанын, өзі үшін басқалардың төбелесетінін және жігіттерге қарата делайте деп айтқанын да ашық айтты. Бірақ Самат Әбдіқадыр бұл сөзбен келіспей, бәрін жоққа шығарды. Бұл жігіт түсті. Бұның жанында бұл аяғында қызыл дауыш болды. Үстінде басынан киетін капюшоны бар киім, бірақ капюшоны кимеді. Жанында жаңағы жас жігіт акцент рөлде болды. Бір жігіт болды, сақалы бар, капюшонымен жүрді. Оның мына жерінде жазуы болды оның киімі. Бұл үшеуі, в общем, келіп тоқтағанда кавандағы жігіттермен бәрімен бұл амандасты.
Нұрбол, мен Дархан, мен жанында тұрған ана командаға түскен оркестрмен бәрін амандасып. Оның бұл жердегі іс-әрекеті Нұрғатпен амандасты, екеуі сөзге келді. Сөзге келді, жаман сөз емес, екеуі сөйлесті. В общем, бір жерде көрдім ғой деп екеуі бір-біріне қарады. Сіз қай жерде тұрдыңыз? Мен магазин алдында тұрдым. Магазин алдында тұрдым да, бір видеода көрініп тұр мен тұрған. Сөйтсем, Нұрғат екеуі әңгімеге келіп, бетіп қол ұстасып сөйлескен кезінде, в общем, мен төбелеспеймін ғой деген сөз шықты оның аузынан. Мен төбелеспеймін ғой, мен шалмын ғой. Қай жылғысың дейді, мен шалмын ғой деп өз аузынан шықты мына сөз. Мен төбелеспеймін, мен үшін жастар төбелеседі, жігіттер төбелеседі деген әңгіме айтты. Лично өзі. Кімге айттың? Нұрғат айтты. Сонымен Нұрғаттан тұрдым да, Нұрғат бәрі дұрыс па деді, танимын, бәрі нормально деп төменге түсіп бастағанда мынау делайте деген әңгіме осы алдырды жігіттер. Осы жігіттің аузынан шықты сол сөз. Мен ақыры магазинге кірдім де телефонды алып, сол жаңағы 12:35 деп тұр ғой. Мен звондағанмын 12:40-та сол аралықта 5-3 минуттың арасында мен 02-ға звондаймын. Олар келгеннен 2 апта болып келді. Өз 02-ға звондаймын, 03-ге звондаймын, алмайды. Сөйтіп магазин арты жағына өтемін да, кіріп талайын дегенде ол жігіт үшеуі, 3 жігіт кірді. 2 қыз бір, бейтаныс бір жігіт бар ғой деймін, оны танымаймын. Сапалға кірді ма, оның басында бір капюшон болды, оны танымаймын. 2 қыз, олар кабанмен келген 2 қыз. Үшеуі кірді, бұл пиво алмақшы болып, мен жігіттерге пиво сатып магазин жауып шығыңдар. Неге десем, ар жағынан айналып шыққан кезде артта магазин арт жағынан біреу құлады. Төбелес басталғанын көрдім. Іс-әрекет. Сіз бағанағы не деп айтты дедіңіз, кіріп бара жатқанда? Делайте деді жігіттер. Сіз сол жерде қай жерде тұрдыңыз? Магазин алдында. Кімге айтты оны? Сол қасында жігіттер. Ол қасындағы жігіттер дегенде оларды танымайтын қайдан? Танымаса не үшін амандасады? Бір-бірімен амандасып бәрі сөйлесіп тұрды ғой сол жерде. Қалай танымайды? Нақты қанша жігіттер болды тұрды дүкеннің алдында? Жалпы айтайық, Кабаннан Нұрқияс, Абзал, Азамат, Равил, Шыңғыс, 2 қыз, олар 3, 10, көліктің водителі бар, Дархан бар, Нұрбол бар, 13 адам. Біз жақтан магазин алдында Нұрғанат болды. Онымен амандасып сөйлескен, негізгі осы кеп сөйлесті бірінші балдардың арасынан, шығып осы сөйлесті Нұрғанат. Ана балдар келген жоқ, олар артынан келді. Сол кезде мына бала кеп Нұрғанатпен сөйлесті. Магазин алдынан сол моментте шыққан кезде уже кімнің, мен балам, марқұм баламның 3 досы келді. 3-4 досы. Сонша 15-17 бала ғой. 20-ға жоқ бала ғой сол. Басқа қосарыңыз бар ма? Басқа қосарым жоқ. Осының аузынан шықты Нұрғанатпен, мен шалмын ғой, мен төбелеспеймін, мен үшін жігіттер төбелеседі деген сөз айтты. Мен уже соны сездім де, магазинге кіріп телефонда звондадым. Уже маған кіріп баратын делайте деп. Сол момент уже төбелес бастады. Кірдік, кейін барып уже шыққан кезде ана уже төбелес бастап жүрді. Так, куә. Абдықадыр, сіз Жәбірен Нұрымовтың берген жауаптарын естідіңіз бе? Естідім. Жауаптармен келісесіз ба? Келіспеймін. Айтып беріңізші, не себепті келіспейсіз өз жауабыңыз? Бұл кісіні мен көрген уақытым, жаңа 12:35-те біз магазин алдына тоқтадық. Сол кезде ең бірінші маған амандасқан жоқ, ең бірінші Дидарға амандасты. Содан кейін барып маған амандасты. Мен сол кезде бұл кісіні көрмедім. Байқамадым. То есть, жаңа айтып тұрсыз ғой, жаңағы 4 адам тұрмыз дейді, бұл кісіге 8 адамдай тұрдық дейді. Бірақ мен ол кісіні байқамадым сол кезде. Сосын жаңағы Ерғанатпен сол баламен сөйлескеннен біз магазинге кіріп кеттік. Магазинге кіріп кеттік та, жаңа Дидар деген 2 пивоны алып бүйтіп қойып жатқан кезде продавец жоқ екен, Дидар есікті ашты, сол кезде біреу келіп қалды, білмейміз тоже кім екенін. Амандасты. Сонымен сатушы кім деді? Сол кезде осы кісі кірді. Осы кісі кірді, витрина жаққа бүйтіп келді да жүрді. Сосын мен темекі алайын деп қалтамнан наличка ақша шығарайын деп жатамын. Наличка ақша шығарып, қанша болды аға деп төлейін деп жатқан кезде сыртта күрс-күрс ете қалған дауыс естіледі. Сол кезде аға бізді шығыңдар деп қуып шығады. Ол сразу машинаға отырып ары қайтып кетіп жатыр. Так, сіз қазір сізге нақты айтып отыр ғой, сөзіңізге қарамастан. Нұрғанатқа мен үлкен шалмын ғой, мен төбелеспеймін. Жас бала төбелеседі деп. Жігіттер төбелеседі деп айтқан сөзді айттыңыз ба? Жоқ, ондай сөз айтқан жоқпын. Делайте деген сөз айттыңыз ба? Делайте деген сөз мүлде айтқан жоқпын мен. Потому что ол адамдарды мен мүлде танымаймын.
Ертең сағат 10:00-де сотталушылардан жауап алу басталады. YouTube арнасы қосулы болсын.